Аллаға ұнамсыз, лайықсыз сүйіспеншіліктен арылу үшін осы көркем есімді көп қайталаңыз. الآخر 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 Ең ақырғы, ең соңғы. Барлық мақұлық қиямет күні қайтыс болғанда Алла тағала тірі болады. Ол ең бірінші әрі ең соңғы, жоғары тұрушы әрі жақын тұрушы. Ол барлық нәрсені біледі. Осы көркем есімді күніне 1000 мәртеден қайталап жүрген жан, иншалла, мынандай қасиеттерге ие болады. Оның жүрегі Аллаға деген махаббатқа толады. Басқа жанға немесе басқа нәрсеге деген лайықсыз сүйіспеншілік жүрегінен шығады. Күнә, қателіктері кешіріледі. Сол қалыпта қайтыс болып кетсе, иманымен қайтады. Сонымен бірге бұл есімді көп қайталап жүрген жан дүние тіршілігінде жақсы ғұмыр кешумен бірге одан аман сау иманмен қайтады.